Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы Тоғайлы жалпы білім беретін бастауыш мектебінің 4 сынып оқушысы Төлеген Інжу. Абай Құнанбаев жаздыгүн шілде болғанда, көк орай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының шалғыннан жаны қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып аңқылдап, суда тұрып шыбылдап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай айнала шауып болтылдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үйтігер бұрала басып былқылдап, ақ білегін сыбанып, әзілдесіп сыңқылдап, мал ішінен айналып, көңілі жақсы жайланып, байда келер ауылға аяңшылы жылпылдап. Сабадан қымыз құйдырып, ортасына қойдырып, жас үлкендер бір бөлек кеңесіп күліп сылқылдап. Жарыша алған жас бала жағалайды шешесін ет әпердеп қыңқылдап. Көлеңке қылып басына, кілем төсеп астына, салтанатты байлардың самаурыны бұрқылдап. Білімділер сөз айтса, бәйге атындай аңқылдап, өзгелер басын изейді әрине деп мақылдап. Ақ көйлекті таяқты ақсақал шығар бір шеттен, малында әрі қайтар деп малшыларға қаңқылдап. Бай байғұсым десін деп, шақырып қымыз берсін деп, жарам сақсық жалпылдап. Шапандарын белсенген, асау мініп теңселген, жылқышылар кеп тұрса, таңертеңнен сарпылдап, мылтық атқан құс сауған. Жас боз бала бір бөлек су жағалап қотыңдап, қайырып салған көк құсы көтеріле бергенде, қас сыпырса жарқылдап. Өткен күннің бәрі ұмыт, қолдан келер қайрат жоқ. Бағанағы байғұс шал алда тұрып көреді, қошемет қылып қарқылдап.